Assalomu alaykum hurmatli fizika pәніне qiziquvchilar. Bugun sizlar bilan fizika pәнін үйренуді boshlaymiz. Demek, fizika degan so'zni eng birinchi ilmga Aristotel degan ulug' grek o'ylovchisi olib bergan. Ол дәсе оны physis deb atagan. Physis deganning audarmasi bo'lsa, tabiat deb topiladi. Endi fizika tabiatda to'lig'imen öğrenildi mi degan so'rov paydo bo'lishi mumkin. Yo'q, fizika tabiatda to'lig'imen öğrenmeydi. Misol uchun, teraklarning o'suvi, o'simliklarning o'suvi, gullashi haqida hech qanday ma'lumotni bizlar fizikadan ola olmaymiz. Unda fizika neni öğrenadi degan so'rov tug'ilishi mumkin. Fizika tiri emas tabiatda öğrenadi. Ya'ni to'g'ri aytadigan bo'lsak, tiri emas tabiatdagi qubilishlarni öğrenadi. Misal үшін айтатын болсақ, қандай бір денені екінші орынға көшіретін болсақ, misal үшін қолымдағы маркерді мына орнын алып, мына екінші орынға алып баратын болсам, демек сол екі қозғалыс, бұл қозғалыстағы мағлұматларды біздер физика пәнінде үйренеміз. Енді табиат деген бұл бізді қоршап тұрған орталық болып табылады. Енді бұл қоршап тұрған орталықты әдетте біздер оны әлем деп атаймыз. Яғни табиатты толығырақ қарайтын болсақ, оны әлем деп атауымызға болады. Енді әлемнің өзі неден тұрады? Әлем әлбетте материядан тұрады. Материяның екі түрлі көрінісі бар. Біріншісі бұл зат формасында, оны біз қолмен ұстап көре аламыз, мұрнымызбен искелеп сезе аламыз, немесе ağzımızбен оны дәмін көре аламыз. Ал екінші формасы бұл майдан формасы. Майдан формасы керісінше мұрнымызбен иіскегенін білмейміз, оны қолымызбен ұстай алмаймыз, аузымызбен жеген көре алмаймыз. Майдан тек қана бар, оны біз солайша қабыл етуіміз керек болады. Енді ілімді үйренген уақытымызда, немесе ілім емес, ұлыма қандай бір затты үйренетін болсақ, оны ақуайластырып үйрену біз үшін жүдә қолайлы болып табылады. Мысал үшін, шахмат шағу процесін қараймыз. Демек, шахмат шаққан уақытта ол жақтылық шығарады. Оны амеміз білеміз. Сонымен бірге гүлдірмама гүлдірлейді. Кейін температурасы жоғары екенлігін біз білеміз, себебі ол қандай да бір терекке келіп ұрылса, ол уақытта ол жанып кетеді. Демек, оның температурасы жоғары екенлігін білсек болады. Электрониканы істен шығарады. Егер шахмат сіздердің телевизорларыңызға түсетін, телевизорларыңыздың антенна түсетін болса, ол уақытта сіздің телевизорыңыз күйіп кету ықтималдығы жоғары болады. Демек, бір шахматтың өзін біздер қазір мынаның өзіне төртке бөліп қарауымызға болады. Демек, жақтылық құбылыстарын физиканың оптика деген бөлімі қарастырады. Гүлдірманың гүлдірлеуі ол сес құбылыстары болып табылады, оны акустика деген бөлімінде қарайды. Температураның жоғары екенлігі хақындағы мағлұматларды біздер термодинамика деген, немесе молекуляр физиканың термодинамика деген бөлімінде қарасақ болады. Кейінгісі электроника істен шығарады. Бұл майдан хақында, немесе электромагниттік майдан хақындағы мағлұматлар. Демек, оны электромагнетизм бөлімінде қараймыз. Демек, қарай, бір дана құбылысты біздер бөліп төртке, яғни мысалымызды төртке бөліп үйреніп жатырмыз. Демек, біздер әр қандай құбылысты, бар құбылысты, оны физиканың әр бір бөлімінде қарап, оны ұлмастырып, сол бір құбылыс хақында мағлұматларға ие болуымыз мүмкін болады. Әзірше, сол. Рахмет.